Момбек Әбдәкімұлы, Түркістан өлкесіндегі ойран. 7 бөлім. Мамажанның екі серігімен бірге Ташкентте жүргеніне міне 3 айға толды. Үлкен шаһарға алғаш келгендерінде әбден дағдарып, 2-3 күндерін құр сенделіспен өткізген. Содан ағайын туысы, тамыр жақыны жоқ бөтен қалада бұлай жүре берсе, аштан қататын ұққан үшеуі өздері түнеп жүрген вокзал маңынан тиын тебен табарлық жұмыс іздеген. Еттері тірі, сөздері пысық, бұларға тесік тамаққа нәпақа табатын майда-шүйде жұмыс тез табылған. Алғашқыда вокзал маңындағы үлкен бір шайханаға отын су тасып, самауырын қайнатушы болып жалданды. Шайхананың қожайыны тұла бойын түгел май басқан. Отырса да тұрса да ырсылдап зорға қозғалатын Әбсәмәт деген сарт. Оның шайхана жұмысын жүргізетін бірнеше көмекші қызметшілері бар. Бірі базардан ет пен ұн тасиды. Бірі ыдыс-аяққа жауапты. Енді бірі аспаздар үстінен қарайтын қожайын. Қалған бірі шайханада түскен ақшаны санаушы. Момбек Әбдәкімұлы, Түркістан өлкесіндегі ойран. 7 бөлім. Мамажанның екі серігімен бірге Ташкентте жүргеніне міне 3 айға толды. Үлкен шаһарға алғаш келгендерінде әбден дағдарып, 2-3 күндерін құр сенделіспен өткізген. Соған орай қарындары да тойынды. Мамажандардың естуінше Ташкентте ең үлкен дейтін 3 шайхана бар екен. Біреуі Әсті имам деген мешітте, тағы біреуі Шорсу базарында, ал Әбсәмәттікі 3-ші екен. Расында шайхананың аумағы өте үлкен. Жан-жағы тоқылған шимен қоршалған бұл шайханада 10 адамдық 8, 20 адамдық алтын нар бар. Бұлардан басқа Самарқанның оюлы қызыл қышымен салынған ұзын дәлізді шайхана тамда құрметті меймандар отыратын 7-8 бөлек-бөлек бөлмелер тағы бар. Күн жылы кездерде, әсіресе жаз айларында бұл шайхана келушілерге толады екен. Қазір қыс, ақпан айы. Бірақ Ташкентте жаңбыр жиі жауып тұр. Күн біршама салқындағанымен қар, аяз жоқ. Шайхана сонда да адамсыз емес. Күнді жаңағы 7-8 бөлме кісілерге толады да тұрады. Мұнда күнде келетін белгілі бір кісілер тобы бар. Олар күнде сәске мезгілінде жиналып, өз топтарымен 3-4 бөлмеге жайғасып, кешке дейін тапжылмай отырады. Араларында орта жастағы кісілерден бастап ақсақал, көксақал қарияларға дейін бар ондай топтардың алдарынан самауырын шай бәрі үзілмейді. Оларға шаймен қоса күніне 2-3 мәрте палау мен қуырылған ет, болмаса буға бұқтырылып пісірілген дәбіләмә тартылады. Алдында Мамажан ол кісілер шайды қайта-қайта үзбей қалай іше береді деп таңғалған. Сөйтсе олар көңінар ішіп, апиын қабылдайды екен. Оның тағы бір байқағаны, көңінар ішетін кісілер азында шайханаға реңдері қашып, жүздері құп-қу болып, түнеріңкі, әрі көңілсіз күйде келеді. Алдарынан 2 самауырын шай босағанда бәрінің беттерінің реңі кіріп, көңілдер жайланады. Қауқылдасқан әңгімеде, кеңк-кеңк күлкіде осыдан соң ғана басталады. Шайхананың қожайыны Әбсәматта әпейінші. Азанда бір адамдық шағын күймесінен ешкімді жақтырмай, дүниенің бәрін жайпап жіберердей ашқылы, қам қаһарлы күйде түседі. Ақша жинаушы бас шайханашы оны қолтығынан демеп түсіріп, қадірлі қонақтарды қабылдайтын жеке бөлмесіне апарады. Мұнда жаюлы дастархан, жаңа демделген шай дайын тұрады. Оған кірген Әбсәмат 1 сағатсыз далаға шықпайды. Көкнарға бөгіп, ыстық шайдан пора-пора болып терлеген ол, бет маңдайын сүрткілеп, далаға содан кейін ғана шығады ырсылдап. Мұндайда ол көңілді. Қол астындағылардың бәріне жылы сөйлеп, қонақтарды ренжітпей қарсы алу, күту керектігін шегелейді. Бұрындары Әбсәмат Мамажандарды көріп жүргенімен сөйлеспейтін. Тіпті берген сәлемдерін де алмайтын. Бүгін ол от жарып жатқан бұларға таяды. Бұл балдар кімдер деп сұрады, далаға шықса қасынан бір ел қалмай жүретін бас шайханашы Омардан. Сосын оның жауабын күтпестен Мамажанға қолын бұлғады. Әй бала, жаныма жақында. Балтасын қожантайға ұсынған Мамажан оған жақындады. Ассалаумағалейкум байеке. Көкнар кайпінен беті қызарып, бал-бұл жанған Әбсәмат тым шадыман күйде. Уағалейкум ассалам. Әй сен қай баласың? Қайдан келгенсің дегенім ғой. Шаһардың қай тарапында тұрасың? Мамажанның орнына Омар сөйледі.
Бұл бала ар жақтан келген тақсыр. Иә, үшеуі де сол жақтан келген. Айтуларынша әммесінің әке-шешелері бар екен. Ләкін шаһарға ағып келгендерін, неғып елдерінен безіп жүргендерін білмеймін. Өздері пысық. Айтқанның бәрін тап-тұйнақтай орындайды. Ұрлық қылмайды. Үлкендермен ерегіспейді. Жұмыстарын бітіргесін қарындарын тойдырып алады да кетіп қалады. Қайда түнеп жүргендерінен де бейхабармын. Бір жақсы азанда уақытылы келіп тұрады. Әбсәмет Мамажаннан көз алмай біраз тұрды. Бұл да одан көз тайдырмады. Мына баланың көздері шоқ қой. Әй шоқ көз, атың кім сенің? Мамажан деймісің? Сені бұдан былай Мамажан демей, шоқ көз дейін. Бетің неге шотыр-шотыр? Мамажанның бетінде бала кезіндегі қызылша ауруынан қалған шотырлы дақтар көп болатын. Бетінің әр жеріндегі түйме дақтай, әрі қара қошқыл қал сияқты болып көзге түсетін сол дақтардан Мамажан үнемі іштей ұялып, қысылып жүретін. Әлбетте, Құдай берген дерттен қалған ондай дақтар сүйкімсіз болса да, оған намыстануға болмайтын әзірше бала санасына кірмейтін. Сондықтан да онысын біреу бетін айтса, өлгенше намыстанатын. Бұл жолы да ызаланып кетті. Сіз Байеке, біреудің кемістігін теріп жүретін адамсыз-ау деймін. Әйтпесе Құдайдың құдіреті арқылы менің бетімді басқан шотырдақтардың мәнісін сұрамас едіңіз. Әбсәмет шоршып кетті. Артынша тез ешшиіп, неге екені белгісіз ашуланудың орнына күлімсірей тағы тіл қатты. Ойпырмай, мынау батыр бала ғой. Әй шоқ көз, жасың қаншада өзіңнің? 16-ға толғам. Әй, сен ендігі жігіт боп қапсың ғой? Басын қасылап Омарға бұрылды. Мен білсем бұл шоқ көз тегін бала емес. Қалай ойлайсың? Мұны өзіме бала қылып алсам қайтеді? Әй шоқ көз, маған бала болуға көнесің бе? Мамажан оның не рас, не жалған айтқанын түсінбеді. Әбсәмет мұның жауабын керек те қылмады. Омарға бұйырды. Сен шоқ көзді мен шай ішетін жерге апар. Өзімен оңаша сөйлесейін. Әбсәмет әжетханаға кетті. Омар Мамажанды шайхананың бұрышындағы бөлмеге ертіп келді. Өзінің осы жерде жүргеніне неше айға жуықтаса да, Мамажан бұл тамға кіріп көрмепті. Анығы қожайынсыған шайханашылар бөтендерді кіргізбейді. Басқа тамдарда қонақтар ас-ауқатын жерге жайылған дастарханнан ішіп жейді. Мұнда төрде орыс кереуеті, шай ішетін дөңгелек үстел бар. Оң жақ қабырғада дәу сағат, терезеде қалың қыжым перде ілулі. Перде кіріс-беріс есікте деленген. Ортадағы үстел үсті неше түрлі тағамға толы. Қатқан өрік мейізбен қатар жұдырықтай алмада тұр. Ғажап, кәдімгі қалпынан өзгермеген. Құдды бір сабағынан әзір ғана жұлынған тәрізді, моншақтай мөлдіреген жүзімде бар. Алма мен өрік мейізді Мамажан күнде көріп жүр. Ал қыс кезінде қалпынан бұзылмаған жүзім аса таңсық көрінді. Аздан соң екі иығынан демалы қорбаңдап Әбсәмет келді, төрдегі кереуетке отыра кетті. Омар дереу үстел үстінде ақ орамалмен жабулы тұрған кішірек кесенің бетін ашты. Кесе ішіндегі ақ суға бір бөз орамалдың түйіншектелген шеті салыныпты. Омар түйіншекті кесе ішінде ары-бері аударыстырды. Дайын боп қапты тақсыр. Езейін бе деді қожайынға қарап. Дайындашы тезірек деді анау. Омар алақандай түйіншекті саусақтарымен езгілей жөнелді. Лезде кеседегі ақ су қап-қара боп шыға келді. Оны қожайынға ұсынды. Қожайын кесені сіміріп салды. Енді бұл Мамажанға таңсық нәрсе емес. Өйткені осында келгелі бері көңіл ашетін кісілерден оны қалай дайындап, қалай ішетінін көріп жүр. Талай адамдардан апиынды да қалай ішетінін көрді. Көгінәрді езіп ішше, шақпақтай боп қатырылған апиынды бір шетінен тырнақтай етіп үзіп алып, тұтастай жұтады. Бірақ екеуінде ішкен адам артынан шайды көп ішу керек. Әйтпесе тырысып қалады. Әрі кайфы болмайды. 5-6 кесе ыстық шайдан кейін бұрынғыдан көңілденген Әбсәмет Мамажанның тағдыр жайында сұрады. Бұл сырын жасырмады. Бәрін болған күйінде айтып берді. Әңгімені зор ынтамен тыңдаған Әбсәмет айтты.
Нәйлеті патшаның озбырлары біздің жерді жаулағалы бері мұсылман жұртын адам қатарына санамайтын боп алған. Осыдан 23-24 жыл бұрын осы Ташкентте орыстарға қарсы үлкен соғыс болып еді. Нәйлетілердің қарулы әскерлері көп қой. Сонда талай жұртты атып, қырып салған. Менің әкем мен үлкен ағам да сол атыста шейіт болды. Содан бері оларды мен де жек көремін. Ләкін бірдеңе қылуға амал жоқ деп бір қойды. Сосын шайын сораптай отырып, қазіргі тіршілігіне шүкіршілік білдірді. Осы шайхананы қалай ашқаны, қалай байығаны туралы, һәм бүгінде Ташкент ұлықтармен қандай қарым-қатынаста екені жайында айтты. Әбсәмет Мамажанды етене жақын адамдай көріп кетті ме, әйтеуір біраз сырын шашып тастады. Сен шоқ көз, атпаптай аласың ба деді бір кезде. Әкесі Құлжан мен атасы Сартай атқа құмар кісілер еді. Екеуі де бәйгеге түсетін, қам көкпар шабатын аттар ұстайтын. Сартайдың бүкіл сыр өңірінде алдына тұлпар салмайтын қара көк жүйрігі болатын. Қазақ әдетте бәйгеге түсетін жүйріктерге балаларды отырғызады. Өйткені бала алысқа шабатын жүйріктерге жеңілдік қылады. Мамажан қара көкпен 2 мәрте бәйге шапқан. Екеуінде де аламанның алды боп келген. Атасы былайғы уақытта да, яғни жүйріктерін суытқанда, шаптырып байқатқанда да, оларға ылғи Мамажанды мінгізетін әдеті бар, әрі баптауды да үйрететін. Ол мұны тек көкпар шабатын ірі денелі аттарға жолатпайтын, бәлкім баласынған болар. Мамажан ол жайында сарнап айтып берді. Көңілі көл боп отырған Әбсәмет одан бетер жайланып, көзі күлімдеп жүзі құлпырды. Әй, сенің тегін бала емесіңді бір көргенде-ақ байқағам. Жас болсаң да талай іске бас болып, жапырып тастайтыныңа бек кәмілмін. Менің үйде 4 сәйгүлігім бар. Соларға баптаушы бол. Үйде жатасың. Тамағың тоқ, көйлегің көк. Одан бөлек ылғи ұлықтар қатысатын той жиындарда жүресің. Тек әлгі сәйгүліктерді жақсылап күтіп бақсаң болды. Пысықтығыңды, тілалғыш жақсы адам екеніңді көрсетсең, жаңағы айтқаным айтқан, өзіңді бала етіп алам. Мамажан ойланды. Байдың үйіне кетсем, Парманқұл, Қожантайдың ахуалы нешік күйде қалмақ. Мұны естісе іштерінде не қызғаныш, не қапалық қалар сөзсіз. Жан серіктерімді бұлай ренжітсем, досқа адалдығым қайда? Егер бай көнсе. Байеке, қасымдағы анау 2 балада ауылда өскен. Екеуі де ат жайын жақсы біледі. Жылқы атаулыны жандары сүйеді. Сәйгүліктерді баптау жас баланы бағып күтуден де қиын жұмыс. Осыны үшеуміз бірлесіп атқарсақ қайтеді. Әбсәмет бұған тесіле қарап аз-маз сәт үнсіз отырды. Тіпті 2-3 пиала шайды тауысқанша тіл қатпады. Сірә әлденен ойладау. Маңдайынан аққан терді бір кез орамалмен қайта-қайта сүрткілеп барып сөзге келді. Серіктеріңнің ұрлық жасайтын әдеті жоқ па? Ондайдан үшеумізде аулақпыз Байеке. Саған сенемін. Әгер әке көңіліме ұнамайтын бір іс қылсаңдар, заматта жандарымға өткізіп жіберемін. Шынымды айтсам, үйдегі 3 ат бағушы сарт жүдә жалқау. Жоқ, сарттарды жалқау дегеннен гөрі ат бабын білмейді дегенім дұрыс. Шетінен мал бақпаған, шақарда өткен дәйістерде. Бай сөйлеп жатты. Одан жүзін тайдырмаған Мамажан тағы ойланды. Өзі сарт бола тұра, өзгелерді сарт деп келемеш деген несі? Анау осы ойын түсінгенде үйіндегі жалшын малшылары турасында бірдеңелерді сыпыра айтып келді де, өз жайына тағы ойысты. Шоқ көз, менің тілім, түрім сарттанғанымен түбім қазақ. Әкемнің айтуынша руымыз Қыпшақ екен. 2 атамыздан бері ортаңғы мақалаларын, ылғи сарт жайлаған Ташкентте отырғасын, өзбекше қалыпты ұстап кетіппіз. Бұдан бұлай сен мені Байеке, әка деме, көке деп ата. 2 серігің де сөйтсін. Әбсәметтің бұлай сөйлеуі Мамажанның ұсынысына көнгеннің белгісі еді. Расында сол күні кешке Әбсәмет үшеуін күймесіне салып үйіне апарды. Байдың үйі керемет сәнді екен. Ат жаптырым ауласы айнала қоршалған. Үй алдында қос ат жегілген 2 күйме, жалғыз ат сүйрететін бір пәуеске тұр.
Аула шетіндегі ұзынан созылған қорасында 4 түліктің бәрі бар. Бордақы өгіздері бір бөлек, жылқылары бір бөлек, ұсақ 4 тұяқтысы және бөлек бағылады екен. Әсіресе 4 сәйгүлгі бағылатын қорасы әйдік. Қора табанына құм төселген. Олардың жем шөбі де басқа, күтімі де ерек. Әбсәмет қора қопсын, малдарын көрсетіп болғасын, үшеуін жатын жайымен таныстырды. Бір малайына бұлардың атқаратын жұмыстарын, һәм үйдегі тәртібін түсіндіруді тапсырды. Не керек үшеуі бай үйінің тірлігіне тез сіңісті. Өздеріне тапсырылған жұмыстарды бір ескертусіз тындыратын балаларға байдың разы болғаны сондай, бәрін балам дейтін болды. Оның 3 қатыны бар. 3 қатыны да осы үйде тұрады. Бірақ үшеуінен де ұл қызы жоқ. Дүниеге бай, ал перзентке зәру Әбсәмет бір күні Мамажанды оңаша шақырып алды. Күнде қойнын ақшаға толтырып, көңілі көкнардан жайланып, жадырап жайнап келетін Әбсәмет бұл жолы тым көңілсіз. Кіші тоқалының жатын жайындағы қалың көрпеше үстіне түнеріп отыр. Мамажан қарсысына жайғасқанда бір күрсінді. Расында іштей қатты мүжіліп отыр екен. Өзің білесің шоқкөз, мына орыстар бізге қарта деген бәлені алып келген. Шайханадағы менің жайымда өңкей ұлықтар жиналып, сол карта дегенді ойнайтынымызды білесің. Бүгін карта ойнағыш Орсу базарының қожайынымен бірге шаһар бастығы келді. Екеуі де менен оңбай ұтылып қалды. Шаһар бастығы Пәуел деген орыс. Негізі біз оны ұтпауға шартпыз. Ол ұтылса да, біз оны ұттығып қалтасына ақша салып жіберуге тиіспіз. Алдында алғи солай болатын. Бүгін қырсықтығым ұстады ма, білмеймін. Өзімнен өзім тырысып, бұрынғы жағымпаздықты қойып, 30 ақшаны өзіме жинап алдым. Әбсәмет ойға батса да, немесе әлденеге қатты күйінсе де, тіпті ашуланса да, басын қасылайтын әдеті бар еді. Әңгімесін шорт үзген ол, басын әлден уақыт қасылады. Сосын сөзін әрмен сабақтады. Айтуынша Шорсу қожайыны Абдолла Сартмының ақшасын өзіне жинап алғанына қатты ашуланыпты. Шаһар бастығынан ұят. Пұлдың бәрін ананың қалтасына салда, одан кешу сұра. Әйтпесе өзіңе не болатынын білесің. Айтпақшы, бір жұт келсе қырылып қалатын малдарыңнан, ғайыптан өрт шарпыса күйреп түсетін шайханаңнан басқа нең бар? Не балаң, не қызың? Жинағаныңды тастап кететін артыңда тұлдыр пендең жоқсаған ақшаның керегіне деп қатты кетіпті. Оған сол жерде отырған тағы 2-3 бай сарт қосылыпты. Орыс ұлықтарының шотын шауып, жаныма ауыр тиетін айып таққан оларға не жауап қыларын таппай, жан дүние мезілді. Ішімді күйік жайлап, жаным қарылды деп жасыды бай. Жасығаны бұлай тұрсын. Үні қомығын қышығып, көзінен жас ағып, қатты қамықты. Бірақ орамалымен көзін сүртті де бойын тез жиды. Шоқ көз. Әй жоқ, Мамажан қалқам. Перзентімнің жоқтығын бетіме шіркеу етіп, бір олар емес талайлар басқан. Бұл жайт бір бүгін емес. Талайдан бері ұйқымды қашырып, ой санамды талқандап жүр. Мен бір күнде 10 шақты әйелді жәукемде алатын мықты еркек болсам да, бала тудыра алмайтын ұрықсыз екенмін. Әйтпесе қыздай алған 3 қатыным неге тумайды? Жалғыз менімен ғана ойнастық қылатын күн күтушілерім неге екіқабат болмайды? Әбсәметтің еңсесі езілді. Әлде бір тығырыққа тіреліп, шығар жол таппай қиналған адамның кейпін кешті. Әлденеге іләшсіз пендедей, қолдарын жан-жаққа жайып, саусақтарын бір жұмып бір ашты. Аздан соң реңі өзгеріп, тәтті үмітке еліткендей көздері ұшқын атты. Іштері тар, біреуді мұқатуға жандары беріліп тұратын дұшпан көз. Жау тілді пасықтардың сөздері құрсын. Сен тұрғанда мен баласыз емеспін. Біз мұсылмандар әдет қылмаған екенбіз. Ал ана орыстар өздеріне балаларына документ жасатып алады екен. Енді қайтсек те сол орыстың заң законымен жүретін қалықпыз. Көнсең ертең шаһар үкіметінің кеңсесіне барып, сені өз балам етіп, атыма жаздырып алайын. Мендегі бар дүниеге өзің ие боласың. Әлбетте, мен қартайып көзім кеткеннен кейін ғой. Мамажан байқады. Оның көзінде шын мейірім, ішкі ойын айқындаған жылы көзқарас бар. Сонда да бұл ұсыныс өзі үшін тосын еді. Иә,
Әбсамат осы жайында бұрында талай айтқан. Бірақ өз атына жаздырып, үйіне, дүние мүліктеріне мирасқор боласың деп айтпаған. Қапелімде не жауап қайтаруды таппады. Албай тағы бастырмалатты. Оқығың келсе қалаған оқуыңды оқытам. Келешекте орысша оқыған мұсылмандар зор болады дейді ел. Орысша білесің. Ендеше таңда, қандай оқуды қалайсың? Ташкентте әскери гимназия, мұғалімдер семинариясы, доктордың, пойыз жолдың оқулары бар. Қайсысында оқимын десең де мейлің. Шаһарда ескіше оқытатын медреселер де көп. Осыларда оқысаң да болады. Ләкін қазір заман өзгерген. Заманға лайық оқуға бару керек. Иіліп кіріп келген малай оның сөзін бөлді. Сізден кәтті ғапу құрметті тақсыр. Шұғыл жеткізетін хабарым бар. Не хабар? Меймандар кеп тұр. Бек құрметті кісілер. Шайхан Тәуірдің, қасты имамның қожалары аттан түсіп жатыр. Әлгінде ғана қоштастыққа жантайып ұзынан көсілген Әбсамат жылдам тұруға ниеттеніп, екі қолымен жер тірей көтерілді. Семіз адамның тез тұруы да қиын. Ырсылдай қорбаңдап екі аяққа әзер тұрды. Сен шоқ көз, қазірше бара тұр. Менің айтқанымды тезге салып ойлан. Кейін тағы әңгімелесерміз. Мамажан қорадағы жұмыстармен айналысып жүрген екі серігіне қосылды. Алайда қожайынның ұсынысын екеуіне айтпады. Олар да оның не үшін шақырғанын сұрамады. Арада біршама күндер өтті. Қырғазағын Наурыз, ал Ташкенттегі сарт тәжіктермен араласа отырған қазақтарда ескіше атаумен Қамал деп атайтын айда бітіп, көкек басталған. Көктем ерте туатын Ташкентте Наурыз айында ағаштар жапырақ жаяды. Ерте пісетін жеміс ағаштары гүлдерін тастап, түйнек көрсетеді. Бұл шаһардағы қазақ сарттың қайсысы болсын, ежелден ағаш егіп, жеміс өсіруге құштар. Әбсамат анадағы әңгімеден кейін Мамажанды шақырмаған, ұсынысын қайта нығырламаған. Бүгін көкектің алғашқы жетісінің соңғы күні. Азанда ерте тұрған Мамажан байдың шайханадағы жұмысына баратын күймесін дайындады. Әдетте бай үйінен сағат 8-де шығатын. Бұл уақытта күймеде, көрші үйде тұратын атайдаушы көшірде дайын тұратын. Бүгін неге екені беймағлұм. Бай әдепкі уақытында шықпады. Мамажан оны аттандырмай, өзі тұрған жайға кірмейтін. Басқа жұмыспен де айналыспайтын. Көшір екеуі бір сағаттай тұрды. Тағы бір жарты сағат өткенде үйден кіші тоқал шықты. Көшір бала, Байекең сені үйіне қайта берсін деді. Ал Мамажанға үйге кірсін деп бұйырды. Мамажан ішке кірсе, Байекең көкнарға бөгіп, көңілді отыр. Бірден төрді нұсқады. Мені анадағы сөзін ұмытты деп жүрсің бе? Оны ұмытпаймын. Хам о пейілімнен бас тартпаймын. Түбі маған бала болатыныңа шүбәсізбін. Ол сәл кідірді де тоқалына ашулы жүзбен жалт қарады. Мұнда неғып отырсың деген ғой. Тоқал да тез түсінгіш екен. Дыбыссыз көтеріліп шығып кетті. Менің шаһарда қазақ өзбегі аралас ұлық оқымысты ортақтарым жүдайым көп шоқ көз. Өткен жолы Көлбай, Сералы деген сондай ортақтарым шайханаға келіп қонақ болып кетті. Мен соларға сен жайындағы сырымды білдіріп едім. Көлбай айтты. О баланың мақтауын жүда келтірдің ғой. Алдымен оны бізге көрсетші. Содан соң айтайық, ол саған бала болуға жарай ма, жарамай ма деп. Енді бүгін екеуі сені сынамаққа үйге келеді. Екеуін күтіп жұмысқа бармай отырғаным содан. Мамажанның көңілі пәсейіп, санасын ренішті ой торлады. Қайдағы біреулерге мені сынатпағы несі? Баяғыда әкем атбек сыншыларға жүйріктерін сынатушы еді. Мына месқарым мен сондай аттарға теңегені ме? Әлде ұзатылатын қалыңдық па екем сыналып мінелетін. Мұның тұнжыраған келбетінің сырын ұқты ма, ұқпады ма? Ол жағы өзіне ғана аян Әбсамат ыңыранып сөзін жалғады. Келетін кісілер Россияда оқыған. Көп ілімді тауысқан кәтті оқымыстылар. Негізі олармен танысқаның дұрыс. Алдағы күндер оқимын десең, оқу таңдауыңа сауаты төмен менен гөрі солар жәрдем қылады. Енді барда киіміңді ауыстыр.
Жаңа ғана жаны торыққан Мамажанның оқу жайында естігенде, оның үстіне келетін кісілердің бай көпестер емес, оқымыстылар екенін білгенде көңілі көтеріліп бірден сергіді. Шаһарға келгелі мұнда түрлі оқулардың, һәм үлкен оқымысты ұстаздардың көп екенін Әбсәматтан да, басқа кісілерден де естіген. Әр естіген сайын қиялданатын. Әттең-ай, сондай оқулардың бірінде оқысам ғой. Құдай-ай, білімі көп, жаңаша оқудан қазірет атанған оқымыстылармен таныссам ғой деп. Байдың ләмі рас шықса, міне бүгін бір арманы орындалмақ. Әлбетте, Әбсәматтың сөзі жалған шықпайды. Өйткені ол шаһардағы ірілі ұсақты ұлықтардың бәрімен таныс. Бай оқымыстылармен танысамын деп тұрғанда мұның кежегесі сірә кер тартама. Өн бойын қуаныш кернеген Мамажан атып сыртқа шықты. Өз жатын қанасына жеткенде, үстіндегі жұмысқа киетін киімдерін сыпырып тастап, сандықтан жаңаларын алды. Әбсәмат бұларды үйіне алғаш әкелгенде-ақ, үшеуіне мыналар жұмысқа, мыналар қыдырғанда киетіндерің деп, 2 сыпыра киім әперіп қойған. Мұнда келгелі Мамажандар еш жаққа қыдырған жоқ. Жаңа киімдерінде кимеген. Енді киіп қараса, ақ сисадан тігілген көйлек, кеудесінде оюлары бар жеңіл бешпент, қоңырқай түсті қыжым шалбар, өзіне әп-әдемі қона кетті. Аяғына бұхарда тігілген көктем күзге арналған жұқа етікті киіп еді, ішкі дүниесін кернеген қуанышпен үстіндегі жаңа, әрі қымбат киімдердің жарастығы үйлесім тауып ақ кетті. Бұлардың жатын қанасында айна болмайтын. Адамның аяғынан басына дейінгі тұр-тұлғасын түгел көрсететін үлкен айна тек байдың үйіне кіреберіс дәлізінде ғана. Лепірген көңілінің үстіндегі жаңа киімдер одан бетер өрек біткен Мамажан солай қарай тұра жүгірді. Жаны алабұртып, кеудесін шаттық жайлаған бозбалада осындайда ес қалмай ма кім білсін. Айнаға жеткенше асыға жүгірген ол, жолай кездескен байдың кіші тоқалы Қалиманы қалай қағып кеткенін байқамай да қалды. Ол сұлу болғанымен жалшын малайларға айқайлағанда, адамның ойына келмейтін небір анайы, жаман сөздерді төгетін ащы тілді қатын еді. Мамажан өзін қағып кеткенде артына бұрылмай жатып, зарлай жөнелді. Қайсы жүгірмек бұл ала шапқын болып жүрген. Көзің ойылып табаныңа түскір. Аяғың сынып молақ болғыр ойнақтаған жетпегір. Алдыңа қарасың қайтеді. Өшкір өкпесін құрт жайлағыр бұл су аяқ кім өзі? Тоқал қарғысын аяқтатпаған күйі артына бұрылды. Мамажан әлгінде оны қағып кеткенде дереу ес жиып, қалт тұра қалған. Бір жағы ыңғайсызданып, бір жағы не айтарын білмей қатты дағдарған. Мұны көргенде ашулы тоқалдың қаһарлы жүзі әп-сәтте жылы тартты. Әрі бет-әлпетінде таңданыстың нышаны байқалды. Өй, сен Мамажанбысың? Күнде өзіңді малайдың киімінде көргесін байқамайды екем. Әсілі әдемі бала екенсің ау. Қалима тоқал күлімдеп қасына таяды. Өзін бір түрлі сезінген Мамажан төмен қарады. Ұрсады-ау деп ойлады. Олай болмады. Тоқал жылы-жылы сөйлеп, мұның үстіндегі киімдерді сипап-сипап қойды. Адам көркі шүберек деген. Әдемі киінсең расында көрікті жігіт екенсің ау. Әй, ләкін бұлай да жаман емессің. Мамажан онымен көз түйістірді. Тоқалдың көзінде мөлдіреген сыр тұнып тұр. Бұл мұндай көз қарасты бұрын көрмеген. Тұла бойы шымырлап кетті. Тоқал саусақтарының сыртымен мұның бетін сипалады. Мұның бойын діріл биледі. Тоқал тағы жұмсақ сөйледі. Саған малға қаратып, қора тазарту жараспайды екен. Байекеңе айтайын. Сені үнемі осылай киіндіріп, көшір ғып алып жүрсін. Мақұл ма? Соңғы сөзі алдыңғысынан да жағымды шықты. Антықты сезімнің лебін аңғартқан сырға толы ма кім білген. Әйтеуір ананың тым көбірлі дыбыспен естілген үні бозбала жүректі бір тербетіп өтті. Енді бара ғой деді тоқал тағы да жағымды дауыспен. Бұдан былай саған ұрыспаймын. Мен білдім неге бұлай киініп алғаныңды. Байекең бүгін бір қадірлі меймандарды үйге шақырып еді. Сірә сен соларға қызмет жасайсың ау. Мамажанның көңілі онсыз да көкте еді. Енді тоқалдың тұңғиық сырға толы көз қарасы мен сиқырлы дауысы тұла бойын ертіп, кеудесін шаттық оты бұрынғыдан да шарпыды.
Алдыңғы қуанышының себебі белгілі. Ал соңғысының неге соншалықты тәтті әсерге бөлегені өзге түгілі өзіне де беймәлім. Әйтеуір қуанышы үстіне қуаныш шамалып айна алдына келді. Денесіне құйып қойғандай шапшақ келген киімдер тұла бойына әйдік жарасады екен. Өз-өзіне қызығып кетті. Айнаға біресе бұлай, біресе олай бұрылып, қос қырынан да қарады. Қалай қараса да киімдері ерек. Тек бетіндегі шотыр-шотыр дақтар ғана бәр сәнін бұзғандай. Көңілі бір сәт пәс тартты. Тоқал әдемісің дейді. Қай жерім әдемі. Бір малай жанынан өтіп, бай отырған бөлмеге кірді. Артынша онымен қосарланған бай шықты ырсылдап. Оның да жүзінде таңданыс. Пәлі, міне жігіт. Менің балам осындай болмақ керек. Әй, осы сені неге қара жұмысқа салып жүрмін мен? Жә, сыртқа жүр. Меймандар келіп қалыпты. Бірге қарсы алайық. Екеуі сыртқы есіктен аттай бергендерінде алдарынан бір малай ертіп келе жатқан екі кісі кездесті. Екеуінің де үстеріндегі киімдері өзгеше. Жылтырақ түймелі қара костюм. Балақтары аяқ киімдерін жапқан сыптай шалбар. Бастарында қара шляпа. Мойындарына екі ұшы жалпақ. Бұлай қарағанда көбелектің қанатын елестететін жылтыр қара матадан жасалған сәнді бірдеңе тағылған. Біреуі көз әйнекті. Бірінің сол қолында жіңішке таяқ. Мамажан осындай пошымды кісілерді бұрын анда-санда вокзалдан кездестіретін, әрі ондайлардың патшалықтары екенін білетін. Олар Әбсәматпен қос қолдап амандасты. Мамажанға да ықыластана қолдарын ұсынды. Бағанағы жаңа киім кигендегі қуаныштан жарылардай болғаны. Әлгі тоқалдың жаны ертер көзқарасынан жұмсақ үнімен толқыған, өрекпіген көңілі түк емес екен. Шын тебіреністің күйін Мамажан енді кешті. Кешпегенде қайтсын. Мұндай ұлықтардың қолын аламын деп ойлап па? Танысам деп армандап па? Осылайша құдды бір қиял өмірдің ортасына түскенде әсерге бөленген бұл, алып ұшқан көңілмен, дегбірсіз қалмен қонақтардың соңынан ерді. Әбсәмат қадірлі қонақтарын барлық салтанатпен күте алатын адам. Қонақтар жасау жиһазы келіскен мейрамханада аста-төк жайылған дастархан басына жайғасқан соң, шаһардағы жаңалықтар туралы бір ауға әңгімелесті. Кезек-кезек сөйлеп отырған екі ұлық Мамажанға қайта-қайта көз тастап отырды. Сөз Әбсәматқа тигенде, сендерді шақыртқандағы басты мұратым маған ұл болмақ баланы көрсету еді. Оны өздеріңді көруге құмылдық танытпап па едіңдер? Сол бала міне алдарыңда отыр. Аты Мамажан. Іске де, ойға да пысық. Келешекте қандай да істі дөңгелетіп әкетуге жарарлық бала. Әй Әбсәмат, Мамажанның бала емес, ендігі жігіт боп қалған азамат екен ғой. Қараймын тумысы осал емес тәрізді. Оған бізді таныстырып қойсайшы, сөзіміз жарасын. Оған енді ой сайын деп отырған жоқпын ба? Бұл баланы мен шоқ көз деп атаймын. Көздерін көрмейсіңдер ме жанып тұр. Жанған көздерімен қатар, ойы да, сөзі де жанып тұр. Жарар, олар баланы көзінше мақтама деген. Ал шоқ көз, мына көз әйнек таққан кісі Сералы деген ағаң. Ағмешіттің жаппасы. Сондай шақар мен руды естуің бар ма? Мамажан әлі жас қой. Ондайларды әзірше қайдан білсін деп, оның сөзін бөлді Сералы. Мен ғой қазақтың қыпшағы болсам да, сартқа айналғанмын. Ләкін әкемнен үйренген әдеттерімше, қазақтың кейбір ғұрыптарын қатты ұстанамын. Содан дағды менде. Бір-бірімен танысқанда аттарымен қоса, руларында атайтын қазақтардың әдетімен сөйлегенім. Әбсәмат екінші кісіні иегімен нұсқады. Бұл Көлбай деген азамат. Біз Сералы екеуміз құрдаспыз. Ал Көлбай бізден 10 жастай кіші. Өзі Арқаның Қытай тарапындағы Зайсан деген жерде туылған. Түбі Найман. Көлбай патша саясатына қарсы шыққаны үшін Алматы жақтағы Қапалға жер аударылған. Ләкін өз еркі өзінде. Анда-санда Ташкентке соғып тұрады екен. Өзімен жақында таныссам да, бірден бауыр басып кеттім. Шоқ көз, бұл екеуі де ғұлама кісілер. Сералы Ташкенттегі мұғалімдер семинариясын,
Орыс патшасы отыратын Петерборда заң оқуын оқыған. Істеген қызметтері де, шығарған кітаптары да көп. Көлбай болса газет шығарғыш жазарман. Мен саясат пен патша жарлықтарын түсіне бермеймін. Елдегі ахуалды терең таразылай алмайтын сауатсызбын. Сералы мен Көлбай сондай саясатқа жетік, әрі мұсылмандық ілімдері кәтті оқымыстылар. Ірі кісілерді үйіне, болмаса шайханасына қонаққа шақыруды Әбсәметтің үлкен мәртебе санайтыны. Ал олар мұның тілегін жерге тастамай меймандыққа келсе, бай тым күпініп, жақындары мен қатындарына келгендердің кім екенін асыра мақтаумен таныстыратыны Мамажанға белгілі еді. Осы жолы да күмпие, мұндайлар үйіме келетін менде оңай адамын ба дегенде емеурін пиғыл таныта, күшене сөйлеген ол ырсылдап барып сөзін тоқтатты. Паңдық кейіппен жан-жағына, сосын дастарханға қарады. Қонақтар бір сәт астан қол ажыратып отырған. Әбсәмет тағы күшенді. Әй, Сералы, Көлбай, ішіп жеп отырсаңдаршы. Өздеріңе арналған дастархан ғой. Майдан, сөктен. Құдай-ау, етті де түк жемепсіңдер ғой. Бастан, тоқтының басы ғой. Әбден былжыратып қайнатылған. Еті жұмсақ. Бәсе, осылай алсаңдаршы. Шоқ көзіңнің білімі, сауаты бар ма деді Сералы бас етінен асап жатып. Әбсәмет басын шолғып және шықынды. Естеріңде жоқ па? Анада айтпап па едім. Арабшада, орысшада біледі. Кез келген газетіңді, кітабыңды зуылдатып оқиды. Неге екенін қайдам? Бір көргеннен ақ Мамажанға ықыласым ауды. Бұның сауатын тексеріп көрейінші. Қап, әлгінде күймеде қолдарбам қалып кетіпті. Әбсәмет, біреуді жұмсашы, даладағы күймеден соны әкелсін. Оны Мамажанның өзі қалып келеді ғой. Мамажан дарбаза сыртында тұрған күймеден іші әлде бір заттарға толы қолдорбаны әкелді. Қолдорбаның темір қыстырмамен жауып қоятын ауыз қақпағы бар екен. Көлбай оның ішінен бірнеше газеттер және бір кітапшамен жуан кітап шығарып Мамажанға ұсынды. Қане оқышы, алдымен газеттердің аттарын оқы. Қолына бірінші болып араб жазуымен жазылған газет ілікті. Дауыстап оқыды. Оның аты Қазақ екен. Тағы бір сондай газеттің аты Хурият болып шықты. Хурият дегеннің не екенін түсінесің ба деп сауал қойды Көлбай. Мамажан жалмажан жауап берді. Азаттық, бостан болу деген сөз. Көлбай мен Сералының бет жүздерінде ризашылық табытынып, бір-біріне қарады. Мамажанның бойынан бағанағы шаттықпен тебіреніс әлі тарқамаған еді. Мына кісілердің өзіне деген ризалық пиғылын байқағанда, іштегі толғанысы одан бетер өршіді. Өршіді де енді кеудесін мақтаныш сезім кернеп, дәу әріптермен жазылған газет атауының астындағы тізбектелген жазуларды оқи жөнелді. Құрметті мұсылманлар, ортақ мамилаға келіп, бригадың кезіміз келді дүр. Орыс императорының генералдары мен ұлықтарының кешанға құлы болмақпыз. Мұсылманлар партиясын құрсақ, патша ұлықтарына өз талап арызларымызды өткізетін күшке ие болармыз. Жетер деді Көлбай қолын шапалақтап. Оқуыңа, қырағат мәнеріңе бек ризамын. Мұсылманша сауаттылығыңа көзіміз жетті. Енді орысшан қалай? Соны көрейік. Анау кітапты ашшы. Мамажан кітаптың атымен қатар алғашқы бетінде судыратып оқып берді. Бұл жолы оны Сералы тоқтатты. Әй, сен дабдайын тілмәш. Одан қалды бір кеңседе іс жүргізуге дайын бала екенсің ғой. Білуімше жасың 16-тан енді асыпты. Сенімен жасты бозбалардың талай әліп пен ләмнің басын қосып оқи алмай жүр. Үйіндегі малының санағында білмейтіндері бар. Сен оқуды қайдан үйреніп жүрсің? Жалпы кім екеніңді айтып берші. Мамажан бұрын Әбсәметке айтқан сырының бәрін жайып салды. Оның әңгімесіне ықыластана құлақ түрген Сералы мен Көлбай біресе жымиды, біресе қатуланды. Жымиғандары арыстағы орыс мұғалім мен сатқын балалардың бұлардың тарапынан сазайлары тартылғаны ризалықтары болар. Ал қатуланғандары бұған көрсетілген жөнсіз қысымға ашуланғандар шығар.
Қалай дегенде де, ол әңгімесін бітіргенде екі оқымысты да ойға батып, 10-15 минуттай дыбыссыз отырды. Бір кезде басын оқыс көтерген Сералы екілене сөйлеп кетті. Оның айтуынша орыстардың бізді жаулап алғанына биыл 51-ші жыл. Былтыр осындағы генерал-губернатордан бастап, Орта Азия әскери округі, облыс, уезд бастықтары, һәм күллі орыстың басқа да ұлық кішіктері Ташкентті басып алғандарының 50 жылдығын мейрамдап атап өтіпті. Сонда Туркестанские ведомстводан бастап орысша шығатын ұсақ-түйек газеттерге дейін біз Түркістанды мешеуліктен құтқарған, надандықтан арылтқан ұлы жұртпыз деген сарындағы ұрандар көтеріліп, мақалалар жазылыпты. Мейрам үстінде де сондай жалынды сөздер айтылыпты. Орыстардың ойларынша патша ұлықтары мұсылмандарға оқу ілім, өркениет, мәдениет әкеліпті. Бірақ олар әртүрлі саясаттың негізінде жерімізді жаулауға мәжбүр болғанын, күш көрсетіп зорлықпен басып алғандарын еш ойламайды екен. Мұндағы жұрттың да өзіндік ілім білімі, өркендеу жолы бар екенін, Түркістанды отарлап келе жатып, жергілікті халықтың ежелден бар барлық мәдениетін талқандағандарында қаперлеріне ілмепті. Жақсылықтың бәрін жасағанда, жасайтында біз деп кеуде соғу орысқа біткен көр соғыр сенім. Айнымайтын қағида болса керек. Анығында патша әскері қазақтың қанын шашып жүріп, сол қанды басып жүріп жаулаған. Патшаға кеткен есе көп, бірақ сол есені қайтаратын бүгінгі мұсылманда көсем аз. Сондықтан да қара халыққа алдыменен білім беру керек. Біліммен бірге әруағын ояту керек. Мұсылманның әруағы оянса, зорлыққа көнбес. Азаттыққа құмбыл болары қақ. Сералы екі қолын екі жаққа сілтеп қаһарлана сөйлеп жатты. Мамажан оның сөзінің астарының біріне түсінді, бірін түсінбеді. Патша ұлықтарының қазақтарды қорлап жүргені бұған бұрыннан мәлім еді. Сералының сөзінен түсінгені осы. Ал түсінбегені орыстардың қазақ жеріне келгеніне 50 жыл болды дегені. Сонда орыстардың біздің жерді иеленгеніне 50 жыл болса, осы аз ғана уақыттың ішінде олар осыншама құдіретпен үстемдікке қалай жетіп жүр? Әлбетте, жас Мамажанның білмейтіні көп. Соның бірі осы сұрақ еді. Күйіне, һәм қыз баланы сөйлеген Сералы тоқтағанда, осы жайын сұрағысы келген. Араға Көлбай килікті. Қайсы бірін айтайық? Терең күрсініп маңдайын қасылады. Тобымызға өзбек сарттың, тәжік түрікпеннің көсемдерін тартпасақ, бір ғана қазақтың сөз бастар жолбасшылары патша саясатына қарсылыққа аздық қылады. Жалпы біз алдымен мұсылмандар одағын құрып алсақ жарар еді. Сонда жаңағы айтқан сарт тәжікті бауырымызға тарту оңай. Жәдетші міні бар қарып орыс отарына қарсы. Бүкіл мұсылманның мұқтажын көтеріп жүрген әйдік жаңашыл кісі. Мен сен айтқан мәселені оның алдында талай көтердім. Қалайы беймағлұм, көзіңше мақұл дегенімен, сырт бере қазақтарды жақтырмай ма, әйтеуір сөзінен нәтиже жүдә шығармайды. Әйтпесе Мұхаммед Қожа, Абдолла, Хамза, һәм сол тәрізді оның маңында жүрген өзбек сарттардың оқымысты сөз басшыларының бәрі Мәнәуәрдің айтқанынан шықпайды. Ол айтса барлығы бізге қосылар ма еді. Сезуімше олардың бүйрегі қазақтардан гөрі Бұхар, Хиуа хандықтарына тартып тұрады. Сіз қай бір күні Мұхаммеджан мен Ахмет Ташкентке келді дедіңіз, ең жақсы солармен кездесейік. Екеуі де ғұлама кісілер, бәлкім бізге жағатын ұсыныстар айтар. Сералы мен Көлбай арасындағы әңгіме төркіні екеуіне ғана түсінікті. Ал Мамажанға беймағлұм сыр. Тіпті қос білімдінің нені қозғап отырғандарына ойы түгіл қиялы жетпеді. Оған беймағлұм нәрсе Әбсаматқа да жұмбақ болып шықты. Содан ба бай жастанып жатқан жастығынан жөткіріне көтерілді. Мырзалар, не айтып кеттіңіздер өзі? Мұсылмандар одағы, Мәнәуәр қары, Мұхаммед Қожа дегендерді естуім бар. Әй, мен сіздердің саясаттарыңызда шаруам жоқ. Ләжі ондай шаруаларыңызды кейінге қалдырыңыздар. Әзір менің баламмен сұхбаттасып, неге құмарлығын, неге құштарлығын аңғарсаңыздаршы. Осы сөзден кейін меймандардың назары Мамажанға қайта ауды. Бұның бастан өткерген оқиғаларын әлден уақыт ой таразысына салды.
арыстан кетіп қалғаның дұрыс бопты. Әйтпесе қала городовойларының қамауына түсер едің десті. Одан соң қалайда ауылыңа амандығың жөнінде хабар беруге тиіссің. 4 айдан бері әкешен қайғыға батып, қан сиып отырғаны кәміл. Сен тәрізді ақылды бала бұл жайын алдымен ойламақ керек деді. Ара кідік сөзге араласып отырған Әбсәмет жазға салым, Мамажанды ауылына өзі ертіп баратыны. Әке шешесі көнсе мұны басы байлы. Ал көнбесі өкіл бала қылып алуға рұқсат сұрайтыны ойында жүргенін айтты. Ақырында аналардан бұған қандай баға беретіндерін сұрады. Сералы айтты. Сауаттылығымен қатар сөзге де шешен екен. Сірә бұдан жақсы азамат шығады-ау. Көлбай айтты. Әбсәмет, сен орынды болжапсың. Шоқ көзіңнің көздері ғана емес, тұла бойы от. Баланы үйіңді байлап қойма. Оқыту керек. Соңғы сауалы Мамажанға арналды. Үлкейгенде кім болғың келеді? Мамажан қапелімде не айтарды таппады. Мұндай сауалға табанда беретін жауап жайын әлі терең ойламаған. Жоқ, ойлаған. Қазақ балаларын оқытатын мұғалім болғысы келетін. Бірде ылғи қазақтарды жақтап жүретін стражниктердің бастығы болуды армандайтын. Екі оқымыстығы осылардың қайсысын айтарды білмей күмілжіген. Мұның тосылып қалған ұяңдыққа балады ма, Сералы тамағын кернеді. Жә, баланың келешекте кім болмағын кейінірек сұрармыз. Маған салсаңдар, бұны алдымен учительская семинарияға оқытқанымыз жөн. Бәріміз де сол оқудан шыққанбыз. Сонда оқып білім тәрбиесін алсын. Жан-жақты саясатты түсінсін. Өзімізді қарап жүрмей, бұған қосымша ілім берейік. Әбсәмет, не дейсің? Жөн, жобаң дұрыс. Менің баламның келешекте зор адам шығатынына көздерің жетіп, сеніп отырсыңдар. Менде қуанудан өзге не қайыл бар? Балам екеуінің іздеріңнен жүрсе екен дегеннен басқа бөтен ойым тағы жоқ. Мамажанның қамқоршысымен болғанда, екеуің кәтті өмірге сүйрейтін жетекшісі болсаңдар қанекей. Боламыз десті екі меймін қосарлана. Қайтарда Сералы бағанағы газеттер мен орысша кітапты Мамажанға ұстатты. Газеттердегі жазбалардың бәрін оқып шық. Сөйтсен қазіргі қазақтың, жоқ, Түркістан өлкесіндегі жалпы мұсылмандардың жай күйімен, мақсат мүддесімен аз да болса танысып аларсың. Сосын мына кітапты зер сала оқы. Мұны орыстар мақтангерлік пиғылмен жазған. Алайда Түркістан өлкесін өздері басып алғаннан соңғы тарихын дұрыс жазған. Кімдердің губернатор, кімдердің облыс, өз бастықтары болғаны толық жазылған. Қай жерде, қашан қандай оқу орындарын ашқандары хақында да дұрыс мәліметтер жазылған. Оқыған соң бәрін зердеңе құйып ал. Жадың мен есіңнің қандайлығын білу үшін келесі кездескенде газеттегі, кітаптағы мағлұматтарды сұрайтын боламын. Саған ұстаздық жасайтын міндетіме орай алғашқы тапсырмам осы болсын.